Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді, ауызда еритін, сондай керемет шығатын самса жасаймыз. Ұйғыр самсасы деп аталынады. Ұнымызға сары майымызды салып, осылай крошка жасап аламыз. Сары май міндетті түрде 82,5% жақсы сапалы май болу керек. Сосын оған қаймақ қосамыз. Қаймақ кез келген қаймақ жарайды. 2 желток және де 1 бүтін жұмыртқа қосамыз. Сонда 2 жұмыртқаның сарысы, ағын емес. Тек қана 2 сарысын және де 1 бүтін мінекей жұмыртқа қосамыз да 50 грамм су құйып, жақсылап қолымызбен қамыр илеп аламыз. Қамырымызды холодильникке кемінде 2 сағатқа тұрғызамыз. Сол кезде жаюға өте икемді керемет қамыр болады. Міне қамырымыз осындай жұмсақ болады, қолға жабысады кішкене. 2 сағатқа холодильникке жібереміз. Сосын одан кейін осы қамырымызды 2-ге бөлеміз де кәдімгі бешбармақтың қамырын жайған сияқты жайып аламыз. Жақсылап жаямыз. Арасына жақсы сары май қолданыңыздар жаққан кезде де. Майымызды ертеміз де сол сары майымызды бір келке етіп қолымызбен жағып шығамыз. Арасындағы слойлары сақталу үшін, қатпарлы болу үшін аздап осылай оны себелеп жүрсеңіздер болады. Орайымызда тағы да холодильникке 1 сағатқа қойып аламыз. Сосын осылай бөліктерге бөлеміз. Начинкаға фарш пен пияз істедім. Бірге бір саласыздар. Мен 500 грамм фаршқа 500 грамм пияз қостым. Тұзын, бұрышын, кориандр қостым, зіле қостым. Дәміне қарай барлығын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей түйген кезде 2 қамырдың 2 шетін жабыстырамыз бір-біріне, бір келке етіп жабыстырып аламыз да, сосын қолымызбен бір рет ішке қайтара қысып, былай тартамыз. Басамыз, тартамыз. Басамыз, тартамыз. Сол тартқан жерлеріңіз қайтадан кіргізіп, өзіне басасыздар. Осылай тарта отырып басу керек та. Тұрған жерінде басатын болсаңыздар, ол кезде уже әдемі болмай қалады. Мінекей осылай барлығын түйіп шығамыз. Қазір енді тағы да көрсетемін, кішкене түсінікті болу үшін. Себебі көп қыздарға бұндай түйу қиындық тудырады. Начинка қамырға шет жағына тиіп кетпеу керек. Су болып қалып та жабыспай қалуы мүмкін. Сол үшін начинканы барынша қамырдағы шет жағына тигізбеуге әрекет жасаңыздар. Пияз тиіп кетсе де уже жабыспай қалуы мүмкін. Мінекей басамыз, тартамыз, басамыз, тартамыз. Осылай барлығын түйіп шығасыздар. Сосын противенге қойған кезде арасын алшақтау етіп, осылай тұрғызып жанынан қойсаңыздар, нелеріңіз томпиып әдемі болып шығады самсаларыңыз. Ал жатқызып қойсаңыздар, ол кезде жатып қалады да, онша көтерілмей қалады. Осылай жанымен қоюға әрекет жасаңыздар. Сосын арасы міндетті түрде алыс болсын, себебі бұлар ісінеп кәдімгідей жабысып қалуы мүмкін да. Мінекей осылай жұмыртқаның сарысын жағып шықтым бетіне. Сидана күнжіттеріңізді шашасыздар, әдемі вид береді, өте әдемі. Осы қарасы әдемі вид береді. Күнжітті де шаштым, ағын. Болды, енді осыны 150 градуста 30 минутта пісіріп алдым. Самса неше градуста пісіресіздер, сол градустарыңызға қоя беріңіздер пештеріңіздің. Мінекей дайын болды, қызарып. Өте сондай жұмсақ, сондай хрустящий, ауызға салсаң еріп кететін самса болып дайын болды. Үйдегілерге өте қатты ұнады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Тек қана жақсы рецептерді, зерттелген рецептерді салатын боламын.